Қазақстандағы вулканы жүйесінің 50% неге өз қуатының жартысына ғана жұмыс істейтінін білесіз бе? Неліктен көршіңіздің цехы 20 минутта қызып, ал сізге газды қаншалықты қоссаңыз да суық ауа үрлеп миллиондаған счет келе ма? Бүгін біз вулкананы қалай қосу керек екенін талқылаймыз, қандай қазандықтарға қоса аламыз, және де көптеген аңыздар мен клиенттерімізден келетін сұрақтарға жауап береміз. Бізге келетін шағымдардың ішіндегі ең жиі кездесетін қандай екенін білесіз бе? Вулкананы қойған кезде аппаратқа 100 мыңдап ақша құртады, бірақ сонда да суық цехтар алады. Біздер бірнеше күн бұрын бір клиентімізге бардық, яғни бір объектке. Біз осы аптада бір объектке бардық. Объектте біздің клиентіміз вулканаларды лақтырып тастауға мәжбүр болды, қоқысқа тастауға. Ол авязканы алмай 5000 теңге үнемдеймін деп бүкіл вулканаларға қақтар жиналып қалған. Сол арқылы теплообменниктер құртылып, бүкіл вулкананы қоқысқа жіберуге мәжбүр болдық. Сол себепті бүгінгі тақырыпта біз сізге қандай базалық тұрғыдағы қателіктерді жібермеуге талқылауға көмектесеміз. Негізгі вулканның принцип жұмысы ол ыссы су арқылы жұмыс істейді. Яғни біздер подача и обратка тарту арқылы. Бізде медный теплообменниктарымыз бар. Оларға ыссы су келеді, қыздырады және артында тұрған вентилятор үрлейді. Солай бізде барлық аумағымызға жылы ауа тарайды. Бүкіл кеңістікті бізде жылы ауа қамтиды. Бізде отопление екі түрге бөлінеді. Ол орталықтандырылған және де автономдық. Автономдық өз кезегінде үшке бөлінеді. Ол газдық, қатты отындық және де электрлік. Газдық қазандықтар экономикалық тұрғыдан өте тиімді, өйткені газ бізде жалпы арзан болып саналады. Қатты отын қазандықтары онда әрқашан бір адам болу керек, отын салып тұратын. Электрлік оны біз қоса қоямыз, бірақ бір жағдайды біле кету керек. Қанша қуат береді, сонша қуатты вулканы қабылдайды. Сол себепті ай соңында үлкен счет келіп тұрса, таң қалмаңыз. Вулкананы қою барысында қанша агрегат аласыз, соған байланысты магистральный путь жасауымыз керек болады. Магистральный путтан бізде ветвя шығады, сол ветвяға вулканалар жалғанады. Көптеген қателіктердің бірі ретінде Ленинградтық система болып табылады. Ленинградтық система ол қалай жұмыс істейді? Яғни бізде подача арқылы ыссы су кіреді, обратка арқылы жылы су шығады. Келесі вулканаға обраткасы подача болып барады. Ол өте дұрыс емес және ондай және олай қоюға кеңес бермейміз. Қазір біз вулкананы қосу кезіндегі басты жіберілетін қателіктерді талқылап кетеміз. Ең біріншісі подача и обратканың орнын шатастыру. Бізде подача астынан, обратка үстінен шығады. Егер де ауыстырған жағдай болса, онда жылу төменірек болады. Сол себепті бізде орын-орнымен қосуға кеңес береміз. Екіншісі, егер де орталықтандырылған отоплениеге қосатын болсаңыздар, фильтр қоюға кеңес береміз. Орталықтандырылған отопленияда көптеген керек емес қатты заттар болуы мүмкін. Яғни ол біздің теплообменниктарға түсу арқылы вулканның зақымдануына бірден бір әсер береді. Сол себепті таза су бару үшін фильтр қоюға кеңес береміз. Үшінші қателік ретінде дұрыс таңдалмаған трубаның өлшем бірлігі. Яғни керекті трубаны таңдау үшін сіз бізден кеңес аласыз, өйткені көптеген вулканны қою арқылы трубаның өлшемі өзгереді. Біздің клиенттерден келетін көптеген сұрақ, ол қатты шум бола ма? Вулканадан қатты шум болмайды. Бар болған 50 дБ ол екі адамның бөлменің ішінде жай бір-бірімен әңгімелесіп тұрғаны немесе қарапайым вентилятордың жұмысы секілді естіледі. Бірақ та егер сіз EC двигателімен вулкананы алсаңыз, ол одан да төменірек болады. Яғни жай жұмыс істеп тұрған компьютерден да төмен дауыс шығады. Келесі қойылатын сұрақ, біздер бұны вулкананы бойлерге қоса аламыз ба? Бірден айтып кетейін, жоқ, кеңес бермейміз қосуға. Не себепті? Өйткені қазандықтар бізге әрқашан керекті градусты беріп тұрады. Бойлер болса, ол суды жылытып үлгермейді. Сол себепті сізге салқын болуы мүмкін, немесе керекті жылуыңызды бермеуі мүмкін. Сол себепті біз әрқашан қазандықтарға қосуға кеңес береміз. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, біз жалпы вулкананы қалай қосу керек екенін, қалай қоспау керек екенін, қандай қателіктер бар екенін, және де аңыздарды бұзып, клиенттерімізден келетін көптеген сұрақтарға жауап бердік. Егер де қазір сіз жаңа объект құрып жатсаңыз,
немесе бұрынғы объектті жөндеп жатсаңыз, отопление мәселесін шешу бойынша осы QR-код арқылы өту немесе астындағы сілтеме арқылы өтсеңіз, біздің инженерлер сіздерге тегін кеңес береді және қандай вулканы қою керек мәселесін шешіп береді. Біз сіздердің дұрыс затты алуыңызды және де артық ақша құртпауыңызды және де сіздің болатын помещениеңіздағы жылуға кепілдік береміз. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыз, бұл бізді келесі видеолар түсіруге үлкен мотивация береді. Және де комментарияға қандай тақырып сізге қызық, соны жаза кетсеңіз, сізбен бірге болған Тепло для бизнеса арнасы келесі видеоларда кездескенше.